Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен салмасына ет қосылған чебуреки дайындайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамыры жұп-жұқа өте дәмді болып шығады. Менің рецебіммен міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен чебурекидің қамырын дайындаймыз. Ол үшін үлкен шұңқыр ыдысқа ұн саламыз, оның үстіне сұйық май құямыз. Қоспалардың барлық мөлшері осы видеоның астында описаниеде жазылған. Келесі бір стақан осындай суға бір шай қасық тұзды салып араластырып алып, осы ұнға аз-аздан қосу арқылы жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Чебурекиде ең маңызды процесс осы қамыры. Қамыр, яғни дәл нормаға сай болып шығу қажет. Мен сіздерге қазір видеода нақты көрсететін боламын. Осылай қамырды жақсылап тұрып илейтін боламыз. Мінекей осындай жұмсақтықта болып шығу қажет. Қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Осы уақытта салмасын дайындаймыз. Ол үшін осындай табаға фаршты саламыз. Оның үстіне майдалап туралған көк пиязды саламыз. Жай пиязды да салсаңыздар болады, бірақ көк пияз чебурекиге өте әдемі түс беріп тұрады. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш салып, жақсылап тұрып қолмен араластырамыз. Осымен біздің салма да дайын болды, өте керемет болып шықты. Келесі бізде қуыру процесі. Фарштың үстіне сұйық май құйып, 15 минуттай қызып тұрған отта қуырамыз. Салмасы дайын болғаннан кейін қамырды рулет ұқсатып, осылай ұзынша етіп алып, майда бөліктерге бөлеміз. Әр қайсысын осылай видеода көрсетілгендей өте жұқа етіп жайып шығамызда, бір шеткі бөлігіне ғана салманы саламыз. Екінші бетін үстіне жауып, ішіндегі ауасын қолмен осылай басып тұрып, барлығын шығарып тастаймыз ауасын. Сонда жақсы қуырылатын болады. Енді шеттерінің барлығын жақсылап жауып, қолдың көмегімен формасы әдемі болып шығу үшін мен осылай шетін кесіп тастадым. Бірақ бұл міндетті емес. Келесі қызып тұрған майда екі жақ бетін қызарғанша қуырып аламыз. Барлық чебурекилерді дәл осы ретпен қуырып шығамыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, сырты қытырлақ, іші өте жұмсақ. Алдын ала фаршты қуырып алғанымыз үшін, іші де фаршта қуырылған кезде таза пісіп шығатын болады. Сіздерге менің рецептім 100% ұнайды деген ойдамын. Видео ұнап жатса, лайк басып, өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Каналыма тіркеліп қоюды да ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.